Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін сендермен керемет лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Бұл лайфхак квадраттық теңдеулерге арналған. Яғни квадраттық теңдеу дегеніміз мына түрде келетін теңдеулер, иә, баршаңыз біледі деген ойдамын. Енді қараңдар, бұл квадраттық теңдеулер біз дискриминантпен, я болмаса ветпен шығара аламыз, иә. Енді бұдан басқа бір лайфхак бар. Түсіндіріп өтейін. X квадраттың алдына бізде a дейтін коэффициентті қосамыз, мына x-тің алдына коэффициентке баға және бос мүшеге қосылады екенбіз. Сонда бізде 0-ге тең болатын болса, онда біз ойланбастан x1-ді аламыз да 1-ге тең дей саламыз. Ал x2-ні жай ғана бос мүшені x квадраттың алдына мүшеге бөле салады екенбіз. Болды, тым қиындығы жоқ, иә. Енді бір сендерге бір пример көрсетейін. Так, 2x квадрат минус болсын, бұл жағдайда 3x қосылған 1 дейік, бұл тең 0-ға дейік. Енді осыны есептеп көрейік. Қараңдар. Мына x квадраттың алдындағы коэффициент 2-ге тең, және қосамыз оған мына x-тің алдындағы коэффициент бізде нешеге тең? Минус 3-ге тең, иә. Минус 3 деп түсінікті болу үшін сендерге бүйтіп ашып жазатым барлығын, және оны қосамыз бос мүшеге. Бұл жағдайда бізге 0-ге тең ба? Қарайық. Плюс пен минус болады. Так, минус 1, оған 1-ді қоссақ 0-ға тең болады, иә. Демек біз ойланбастан жаза саламыз. x1-іміз тең 1-ге деп, x2-мізді аламыз да, қараңдар, бос мүшені бөлеміз x квадраттың алдындағы коэффициентке. Яғни 1-ді бөлеміз 2-ге. Бұл бізде 0,5-ті береді екен. Енді қараңдар, бұл лайфхак барлық квадрат теңдеуге бара бермейді. Бұл лайфхак тек мынадай шартты орындаса ғана орындалады деген сөз. Бұдан басқа да бір екінші лайфхак бар. Бұл мына шартты орындамаса, бір екінші лайфхак бар, иә. Оны сендер мына постқа керемет активность көрсетсеңдер, яғни комментарий қалдырып, достарыңа бөлісіп, лайк бассаңдар, екінші лайфхакты көрсететін болады. Неше, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.